Biz демалып шықтық, қазір сағат 5 болды. Жеңіс екеуміз корейский паркқа бара жатырмыз. Дала әлі ыстық. Мен осылай қызыл көйлек киіп алдым. Осындай паркке келдік. Кіргізеді. Бәріне сәлем, сіздермен Әсел, менің парақшама қош келдіңіздер. Мынау сол 12-сі күні болған. Бешқазан, телебашнядан кейін біз жолдан кейін шаршап, хостелға барып дем алып, жуынып, шайынып, ұйықтап, сосын сағат 5-те шықтық. Күн әлі ыстық болып тұрды. Содан кейін мына жерде Сеульский парк деп айтып жүріппін. Негізі Жапон бағы. Бұл Өзбекстан мен Жапонияның ынтымақтастығына арналған парк екен. Кіру бағасы шамамен 700-800 теңгенің арасында бір адамға. Іші осындай кішігірім ғана екен. Осындай локациялар бар екен. Мына жерде атақты сол Жапонияның шайын ішетін комнаталарынандай жын бәлелерден шығаратын осындай қоңырау бар екен. Мына жақта кеш жақын кинотеатр болады екен. Ашық аспанда түстен кейін күндіз істемейді екен. Сонымен осындай суретке түсіп, Жеңіс екеуміз видеоға түстік. Ішінде қаздар бар екен. Сонымен ары аралап, бері аралап, сонымен суретке, видеоға түстік. Іші тып-тыныш, бір демалып қаласың. Келіп көрсеңіздер болады. Қызықты. Дорама түсіруге болады екен ішінде. Сондай. Бірақ адам жоқ болды. Енді біз жұмыс күні болғандықтан келмеген шығар деп ойладым. Бізден басқа ешкім болмады. Осындай есіктерінде бар екен тастан-қаланған. Осы жерде де суретке түстік. Сол іште қаздан басқа құстарды көрмедік. Негізінде іште павлин бар деп айтқан. Біз көрген жоқпыз. Сонымен Жапон бағын аралап болғаннан кейін осы қайтадан паркке шықтық. Негізі бағана үлкен парктен кірдік. Сол парктың ішінде осы Жапон бағы орналасқан. Солай. Осындай батуттар бар екен. Адамдар демалатын орын екен. Бірақ мына фонтандар істеп тұрған жоқ. Сонымен ар жағына дейін жүріп қайттық. Жеңіс екеуміз тағы не бар екен деп. Сонымен үлкен көпірді көрдік. Сол көпірге барып видеоға түстік. Негізі қаланың ішінде Яндекс таксимен жүрген ыңғайлы екен. Және бағасы да арзан. Эконом класс шақырсаң да, бизнес класс шақырсаң да, бірақ біз бизнес класс шақырмадық, эконом класспен жүре бердік. Негізі интернетті қайдан алдық десеңіздер, шекарадан өткеннен кейін өздерінің Ucell деген байланыстары бар екен. Біздің актив, кесел сияқты. Соны біз 3000 теңгеге алдық, 40 гигабайт. 3 күнге бізде даже артылып қалды. Байланыстары арзан екен бұл жерде. Соны қосып алды. Жеңіс қана бір номер ғана алды. Сол екемізге жетті. Содан кейін тағы да бұл жерде машиналардың бәрі ақ цветті екен. Өздерінің марка машиналарын мінеді екен. Toyota деген біз Алматыға барсаң, Toyota бізге көзге түседі. Ондай машина жоқ, шет жақтың. Өздерінің Matiz, одан кейін Cobalt, көп таксистар да сондай. Және де жаңа машиналар көбінесе. Күн ыстық болғаннан кейін ақ машина мінеді екен. Және өз халқына рассрочкаға процент азбен сол машинаны береді екен. Солай. Содан кейін мен локацияларды бөліп салып жатырмын. Әйтпесе бәрі бір күнде болған. Осыдан кейін Яндекс такси шақырып Magic City'ға жол тарттық. Ол енді келесі видеода болады. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қызық болып жатса лайк басып кетіңіздер. Алда көптеген видеолар бар. Бәрін монтаждап шетінен салып жатырмын. Сол соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.